Қазақстанда мұнай өңдейтін 3 зауыт болса да, оңтүстік өңірлерде жанар жағармай жетпей жатыр. Шаруалар дайын өнімді дер кезінде экспорттай алмай шығынға баттық десе, жүк көлік жүргізушілері жұмыссыз қалатын болдық деп ашынады. Ал энергетика министрлігінің өкілдері өңірлерде бензинде, соляркада жеткілікті дейді. Айтуларынша қазір қорда 227 мың тонна бензин, 213 мың тонна дизель отыны бар. Бірақ сұйық отын тапшылығы тасымалдау кезіндегі қиындықтарға байланысты туындағанын мойындайды. У нас 3 завода в Казахстане, свой какие-то КАМАЗы не можем обеспечить соляркой. Бұл солярканың жоқтығынан бірнеше күннен бері не жолға, не үйге қайта алмай тұрмыз деген жүк көлік жүргізушілері. Айтуларынша қазір облыс аумағындағы жанармай бекеттерінде мүлде сұйық отын жоқ болса да, тек талонмен беріліп жатыр дейді. Солярка дорожает каждым днем, а теперь вообще ее не стало. Посмотрите, машины полные, у всех люди семьи, на заправке нету, только по талонам. А где мы талон возьмем? Кто куда? Дальняк, Мерке, Луговой, все вернулись. Потому что солярка. Нету Да, и солярки. по трассе нету солярки. Соляркаға да, бензинге де талас. Ал бұл бейнежазбаны түркістандық тұрғын әлеуметтік желіге жүктеген. Автор елдің солярка мен бензинге кезекке тұрып, тіпті жаға жыртысуға дейін барғанын айтады. Яғни қазір Түркістан өңірінде де жанармай мәселесі ушығып тұр. Атамекен палатасында өткен жиында шаруалар тез арада сұйық отын жеткізілмесе, шаш етектен шығынға батамыз деді. Себебі дихандарға дала жұмыстарына қажетті отын жетпей жатыр екен. Ал өнімді ертерек экспортқа шығармаса, бәрі егістік басында шіріп кетеді. Энергетика министрлігінің өкілі бар. Бір аптаның көлемінде барлық мәселе шешіледі. Бүгінгі таңға ішкі нарыққа қажетті объем бар деп отыр. Тек қана оны тасымалдап, жанар жағармай құю станцияларына жеткізу ғана мәселе деп түсіндірді. Ал энергетика вице-министрі қазір сұйық отын жеткілікті деп отыр. Айтуынша Шымкент мұнай өңдеу зауытында күрделі жөндеу жұмыстары басталмас бұрын 211 мың тонна дизель отынын жинап қойған. Бұл ішкі қажеттілікті өтеуге толық жетеді екен. Кем дегенде 6,5 тонна дизель отыны шығарылып жатыр. Бірақ алдындағы 3-4 күнде жөнелту жұмыстары ондай қарқынды жүрген жоқ. Шығарған дизель отын тек 50%-ын шығардық тұтынушыларға. Кешеден бастап жөнелтуді ұлғайттық. Вице-министр бір-екі күнде Түркістан мен Шымкенттегі ахуал дұрысталады деді. Себебі қазір Шымкент мұнай өңдеу зауытында күніне 6 мың тонна дизель отыны өндіріліп жатыр екен. Айтуынша шығарылған өнім оңтүстік өңірдің ішкі қажеттілігін толық өтейді. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.